Облыс орталығы Өскемен қаласында Шығыс Қазақстан облысы Ішкі істер департаментінің оқу орталығының ашылуы өтті. Ашылу салтанатына Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниал Ахметов қатысты. Облыс әкімінің қолдауымен көрші аумақтардан екі ғимарат Шығыс Қазақстан облысы Ішкі істер департаментінің балансына көшірілді. Жергілікті бюджеттен бөлінген қаражатқа ғимаратты қалпына келтіру жұмыстары жүргізілмек. Уже 24 августа 2016 года приказом 2016 жылдың 24 тамызы күні Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің арнайы жарлығымен барлық республиканың департаменттерінде арнайы дайындық басқармалары құрылған болатын. Тұңғыш президент күн мерекелеу қарсаңында аймақ басшысына осындай оқыту орталығын ашып бергеніне алғысымды білдіргім келеді. Алдағы уақытта осы оқыту орталығына төтенше жағдайлар қызметкерлері, әскери қызметкерлері мен басқа да күшті құрылым мамандары 6 күн бойына казармалық жағдайда осы жерден өздерінің біліктіліктерін арттыратын болады. Сондай-ақ жауынгерлік атыс алаңын, спорт алаңын салуды да жоспарлап отырмыз. Орталық арқылы 705 қызметкер дайындықтан өтті. Бұдан кейін де біз жұмысымызды ары қалай жалғастыратын боламыз. Ұзақ уақыт бойы облыста кадрларды даярлау және жауынгерлік даярлау дағдыларын жетілдіру үшін тиісті база болған жоқ. Қазір жаңа орталықта заманауи бейнебақылау және арнаулы байланыс жүйелері орнатылған бөлім орналасқан. Сонымен қатар қару-жарақ бөлмесі, казарма бөлмесі, асхана, 50 адамға арналған акт залы және интерактивті кабинет бар. Сондай-ақ қазіргі заманғы технологиямен жабдықталған ыңғайлы сыныптар да бар. Облыс әкімі Даниал Ахметов құқық қорғау органдарының қызметкерлерінің жемісті жұмыстары үшін барлық жағдай жасалатындығын жеткізді. В этом году мы дополнительно профинансировали департамент внутренних дел на 4,5 миллиарда. Мы закупили почти 276 единиц техники, не почти, а 276 единиц автомобилей разного вида. Вот 2 скоростные машины мы видели здесь. Мы закупили вам 10 автобусов. В прошлом году было закуплено 5. Мы делаем все, чтобы ваше материально-техническое состояние отвечало духу времени, в котором мы с вами живем. И, конечно же, мы очень серьезно думаем над тем, чтобы повышалась не только ваша заработная плата, но и росла так называемая социальная составляющая вашей жизни. Поэтому я буду обсуждать вместе со своими помощниками. И на следующий год мы начнем строить жилой дом для работников департамента внутренних дел, с тем, чтобы вот эта материальная часть, которая сегодня есть, и на следующий год мы, конечно, будем покупать соответствующее артехвооружение, необходимые амуниции, с тем, чтобы департамент внутренних дел и с точки зрения кадров, которыми вы являетесь, и с точки зрения обучения, и с точки зрения большой социальной составляющей отвечал духу времени. Кадрларды кәсіби даярлауды арттыру мақсатында оқу орталығында 6 күндік тренингтер өткізіледі. Оның барысында полиция қызметкерлері кәсіптік білім беру саласында теориялық және тәжірибелік сабақтардан өтіп, өздерінің кәсібиліктері мен біліктіліктерін арттыратын болады. Хадиша Мұқан, Бірлес Қайрат, жаңалықтар үшін.